Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Мен ол күні өзімді қарт сезінген жоқпын. Шаршаған? Иә. Үйреншікті өмірден жалығып жүрген? Рас. Бірақ қарт емес. Колледжден алды у-шу, сабақтан шыққан жастар. Күлкі, айқай, бір-бірін итеріп жатқан боз балалармен бой жеткендер. Немеремді күтіп тұрмын. Қолымда ескі сөмкем, басында мың ой. Тезірек шықса екен. Кенет біреу артыма соғылып кетті. Кешіріңіз. Дауысы анық, еркек дауысы. Жас, бірақ сыпайы. Бұрылып қарадым. Алдында ұзын бойлы, арықтау келген, қара шашы сәл толқындап тұрған жігіт. Көз қарасы тік. Әдеттегі жастарда емес, біртүрлі байыпты. Ештеңе етпейді, дедім автоматты түрде. Ол жымиып қойды. Сол жымиысы, неге екенін білмеймін, бір сәтке жүрегімді шым еткізді. Сіз де біреуді күтіп тұрсыз ба? Деді ол. Иә, немеремді, дедім ойланбай. Сол сәтте ғана өз сөзіме өзім шошыдым. Не үшін оған айтып тұрмын? Ол да басын изеді. Мен де інімді күтіп тұрмын. 1-2 секунд үнсіздік орнады, бірақ ыңғайсыз емес. Қызық тыныштық. Күн суықтап кетіпті, деді ол. Иә, күзде биыл ерте келгендей, дедім. Сөзіміз осылай басталды. Ұсақ түйек. Бірақ әр сөйлемнің арасында бір көзқарас, бір тоқтаусыз қызығушылық бардай. Колледждің есігінен немерем көрінді. Қасындағы құрбылармен күліп келеді. Әже! Деп қол бұлғады. Жігіт немереме қарап бір сәтке тоқтап қалды. Сосын маған қайта көз тастады. Немереңіз, менің курстасым сияқты, деді жай ғана. Жүрегін тағы да бір соғып өтті. Иә, солай шығар, дедім. Ол басын изеді де үнсіз қалды. Бірақ кетпеді. Қолындағы құжатын айналдырып тұр. Айтпақшы, сіз құжаттарыңызды түсіріп алдыңыз, деді кенет. Қолындағы қағазды ұсынды. Өз атымды көріп таң қалдым. Қайдан тауып алдыңыз? Аз ғана бұрын, кіреберісте. Сізді күтіп тұрдым. Мені күтіп тұрдым. Бұл сөз құлағыма біртүрлі естілді. Рахмет, дедім сөмкеме салып жатып. Ол бір сәт ойланып тұрды да, егер қарсы болмасаңыз, сізбен тағы сөйлесем деп едім. Міне, сол сәт. Менің ішімде бір нәрсе қозғалды. Ақыл бір жаққа, жүрек бір жаққа тартты. Неге? Дедім салқын дауыспен. Ол тура қарады. Өзім де білмеймін, бірақ сіз өзгеше екенсіз. Немерем жанымда тұр, айнала толған адам. Ал менің ішімде бір тынышсыздық. Жоқ, дедім қатқылдау. Мен сіздің жасыңыздағылармен сөйлеспеймін. Ол күліп жіберді. Мазақ емес, жылы күлкі. Сындым, деді. Бірақ бәрібір кездесеміз деп ойлаймын. Осыны айтып, жай ғана бұрылып кетті. Мен артынан қарап тұрып қалдым. Өзіме өзін сыбырладым. Жоқ, болмайды. Бірақ жүрек тыңдамады. Ол кеткен соң өзімді біртүрлі сезіндім. Үйге дейінгі жол ұзақ көрінді. Немерем қасында сөйлеп келеді. Бірдеңелер айтып жатыр. Ал мен басында изеп қана қоям. Ойым әлгі жігітте. Неге ол маған қарады? Неге менің сөзіме тоқтамады? Түнде ұйықтай алмадым. Терезеден қараңғыққа қарап жатып, өзімді ұрыстым. Есің барда етегіңді жап. Немереңнен құрдас бала ғой. Ертеңіне базарға шықтым. Күнделікті тірлік. Адам көп. Әдетте осы жер мені тыныштандыратын. Бірақ бұл жолы олай болмады. Сәлеметсіз бе? Дауысты таныдым. Жүрегім бірден тарс ете қалды. Ол, кеше ғана кеткен жігіт. Сізді осында кездестіремін деп ойламадым, деді ол сабырмен. Мен де, дедім шындықты жасыра алмай. Іздеп келдім, деді ол тіке. Не үшін? Дедім бірден. Кеше аяқталмаған әңгіме бар сияқты көрінді. Айналадағы адамдар саудагерлердің айқайғайы, бірақ біз тұрған жер тыныш қалғандай болды. Сіз қателесесіз, дедім. Әңгіме аяқталған. Жоқ, деді ол жұмсақ қана. Сіз өзіңізді қорғап қалдыңыз. Ал мен шындықты айтқым келеді. Мен тоқтап қалдым. Менің жасымды білесіз бе? Дедім. Білемін, деді ол кідірмей. Бірақ сіз мені ойлағандай емессіз. Онда қалай ойладыңыз? Дедім еріксіз. Өмірден шаршаған, бірақ әлі тірі әйел деп.
Бұл сөз жүрегіме дәл тиді, қаттырақ тиді. Атым Арман, деді ол. Ал сіздің атыңызды кеше қағаздан көрдім, бірақ өзіңізден естігім келеді. Бір сәт үнсіз қалдым. Сосын, Айша, дедім. Айша апай емес, деді ол. Айша. Сен шектен асып тұрсың, дедім. Жоқ, деді ол. Мен шекараны сезіп тұрмын. Сол үшінде ашық сөйлесіп тұрмын. Базардың шетіндегі орындыққа отырдық. Мен отырдым деп айта алмайын. Аяғым босап кеткендей болды. Мен сізді кешеден бері ұмыта алмадым, деді ол. Бұл әуестік емес. Сен мені танымайсың, дедім. Сондықтан танығын келеді. Менің немерем бар, дедім тағы. Білемін. Мен жалғыз әйелмін, дедім. Оны да білемін. Онда неге тоқтамайсың? Дедім даусым дірілдеп. Ол маған ұзақ қарады. Себебі сіз алғаш рет маған шын көріндіңіз. Мен орнымнан тұрдым. Бұл дұрыс емес, дедім. Мұдан әрі кездеспейміз. Жақсы, деді ол. Бірақ бір нәрсені біліп жүрміз. Не? Сіз маған бәрібір әсер еттіңіз. Қалай аяқталса да. Ол кетіп қалды, ал мен базардың ортасында тұрып қалдым. Сол сәтте түсіндім. Бұл жай таныстық емес еді. Бұл басталып қойған нәрсе болатын. Ол кеткеннен кейін базарда ұзақ тұрып қалдым. Қолымдағы тізімнің не үшін келгенімді де ұмытыппын. Мұның бәрі бос нәрсе, деп өзімді жұбаттым. Бірақ ішім сенбеді. Үйге келіп, немереммен шай ішіп отырдық. Ол телефонын шұқылап отыр. Күлді. Әже, деді кенет. Бүгін бір қызық болды. Не болды? Дедім бейжай ғана. Біздің курста бір бала бар ғой, Арман деген. Қолындағы кесе дірете қалды. Не бопты? Дедім даусынды әрең ұстап. Ол бүгін сабаққа кешеуік келді. Мұғалімнен ұрыс естіді. Өз әдетте ондай емес еді. Мен үндемедім. Айтпақша, деді немерем сөзін жалғап. Ол сенің қасында кеше тұрған жігіт қой? Жүрегім төмен құлап кеткендей болды. Қайдан білесің? Дедім. Көрдім ғой. Колледждің алдында тұрдыңдар. Ол бізге қарай қарап қалды. Бөлме ішіндегі ауа ауырлап кеткендей. Ол жай ғана құжатымды тауып берді, дедім тез. Немерем маған тіке қарады. Әже, ол саған қарап тұрды. Әдеттегідей емес. Болды, дедім. Артық ойлама. Бірақ немерем үндемей қалды. Ал оның үндемегені бәрінен де қорқынышты. Түнде тағы да ұйықтай алмадым. Арманның сөзі, көзқарасы, дауысы, бәрі қайта-қайта ойыма келе берді. Келесі күні таңертең телефон шыр етті. Бейтаныс нөмір. Тыңдап тұрмын. Айша. Менмін. Даусын бірден таныдым. Сен қайдан нөмірімді білесің? Дедім ашуланып. Немереңіздің курстасынан сұрадым. Атыңызды бәрі біледі екен. Бұл шектен шығу, дедім. Кешіріңіз, бірақ сізге бір нәрсені айтуым керек. Айттың ғой бәрін. Жоқ, ең маңыздысын айтпадым. Үнсіз қалдым. Мен сіздің немереңізбен тек курстас емеспін, деді ол. Біз бір топтамыз. Күнде бірге жүреміз. Жүрегім қырсылып кетті. Сондықтан мен үшін бұл ойын емес. Мен сізді көрген сайын өзімнен ұяламын, бірақ тоқтай алмай жүрмін. Сен түсінбейсің, дедім әлсіз ғана. Бұл масқара. Мен үшін емес, деді ол. Бірақ сіз үшін ауыр екенін білем. Сол сәтте есік қағылды. Немерем кіріп келді. Әже, телефон кім? Мен телефонды қолынан түсіріп ала жаздадым. Ешкім, дедім тез. Арман үнсіз тұрды. Сосын, мен сізді қыспаймын, бірақ қашпаңызшы. Соңғы рет айтып тұрмын, дедім. Тоқта. Жақсы, деді ол. Бірақ ертең бәрібір көрсеміз. Қайда? Колледжде. Немереңіздің туған күні ғой. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Сіз келесіз, деді ол баяу. Сол кезде бәрі басқаша болады. Телефон сөнді. Мен орындыққа отырып қалдым. Ертең, Арман, немерем. Бұл жолы қашып құтыла алмайтынымды түсіндім. Колледждің акт залы бұрын сонды маған бұлай тар болып көрмеген. Адам көп, күлкі, әуен, немеремнің туған күні. Мен артқы жақта, көзге түспейтін жерде отырдым. Келмей-ақ қоюым керек еді деген ой санамды жегідей жеп барады. Бірақ кешеді. Арманды бірден көрдім. Ол да мені көрді. Көзіміз түйіскен сәтте ол басын изеді. Жай ғана. Бірақ сол ишарада қорықпа дегендей бір сенім бар еді. Немерем сахнаға шақырылды. Құрбылары гүл беріп жатыр. Қуаныш. Ал менің ішімде дауыл. Жүргізуші микрофонды ұстап.
Кім тілек айтады, деді. Бірнеше адам шықты. Күлкі, қалжың, сосын Арман орнынан тұрды. Жүрегім сол сәтте-ақ жаман нәрсе боларын сезді. Мен айтамын, деді ол. Зал тына қалды. Өйткені Арман әдетте көзге түсе бермейтін, сабырлы, үнсіз. Бұл күн сен үшін маңызды, деді ол немереме қарап. Бірақ бір адам бар, ол болмаса сен де болмас едің. Мен орнында қимылсыз отырмын. Құлағым шулап кетті. Ол адам бүгін осы залда отыр, деді ол. Бірнеше адам жан-жағына қарады. Мен басымды төмен салдым. Ол күшті әйел. Өмірден қажыған, бірақ сынбаған. Ол әже, бірақ ең алдымен әйел. Залда сыбыр басталды. Арман, деді біреу әзілдеп. Философ болып кеттің бе? Ол күліп алмады. Мен шын айтып тұрмын, сосын маған қарады. Тура маған. Айша. Атым шыққан сәтте жүрегім тарс ете қалды. Айналамдағы адамдар да маған қарады. Тоқта, деп айқайлағым келді. Бірақ дауысым шықпады. Мен сізді құрметтеймін, деді ол қаттырақ. Жас үшін емес, атақ үшін емес, сізді адам ретінде көрдім. Немерем маған бұрылып қарады. Көзінде таңданыс. Сұрақ. Бұл не? Деді ол сыбырлап. Мен орнымнан тұрдым. Жетеді, дедім дірілдеп. Бұл орынсыз. Залда үнсіздік. Кешіріңіз, деді Арман. Бірақ мен үндемей тұра алмадым. Сен мені ұятқа қалдырдың, дедім. Жоқ, деді ол. Мен шындықты айттым. Көзіме жас келді, бірақ жыламадым. Бұл шындық емес, дедім. Бұл сенің қателігің. Мен залдан шығып кеттім. Дәлізде дем жетпей тұрдым. Қолым қалтырап кетті. Сол сәтте Арман жетіп келді. Айша, тоқтаңызшы. Жоқ, дедім. Осы жерден әрі қарай жүрме. Мен бәрін бұздым, я, деді ол. Сен менің өмірімді төңкеріп жатырсың, дедім шындықты жасырмай. Мен сізге ауыр екенін білем, деді ол төмен дауыспен. Бірақ мені де түсініңізші. Сен әлі бала сияқтысың, дедім. Жоқ, деді ол. Егер бала болсам, қашып кетер едім. Осы сөз мені тоқтатты. Мен сіз үшін күрескім келмейді, деді ол. Мен тек сізді жоғалтқым келмейді. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл енді жай сезім емес еді. Бұл бәрін өзгерте алатын жағдай болатын. Колледжден шыққан соң үйге бармадым. Аяғым өзінен өзі вокзалға алып келді. Бір-екі күнге ауылға кетемін, басым тынышталар, деп ойладым. Бірақ өзімде сенбедім. Пойызға мінгенде ғана қолым дірілдегенін байқадым. Терезеден қала алыстап барады. Ал ішімдегі дауыл менімен бірге кетіп бара жатқандай. Телефонды өшіріп тастадым. Арманның дауысы, немеремнің таңданған көзі, залдағы сыбыр, бәрі миымда қайта-қайта айналып тұр. Ауылға жеткенде түн еді. Үй суық. Пешті жағып үнсіз отырдым. Мен не істеп жүрмін? Мен әжемін. Бірақ жүрек тағы да қарсы шықты. Таңертең көрші әйел келді. Қалада бір әңгіме жүріп жатыр дейді, деді ол шай үстінде. Бір жас жігіт бір үлкен әйелге ғашық болыптымыз. Қасық қолынан түсіп кете жаздады. Аты жөнінде айтып жатыр, деді ол мән бермей. Бірақ ондайға сенуге болмайды ғой, я? Я, дедім әрең. Демек өсек ауылға да жеткен. Енді бәрі бітті деп ойладым. Түс ауа телефонды қостым. 12 қоңырау. 5-і немеремнен, 5-і бейтаныс нөмір. Соңғысы хабарлама екен. Арман. Қайда болсаңыз да мені тыңдаңыз. Мен сізді қиын жағдайға қалдырдым, бірақ қашып кету шешім емес. Көзім жасқа толды. Кешке немерем хабарласты. Әже, сен неге кеттің? Деді ол. Жай, шаршадым, дедім. Ол жігітке бола ма? Деді бірден. Үнсіз қалдым. Әже, ол рас па? Деді ол жай ғана. Жоқ, дедім автоматты түрде. Ол қате түсінік. Телефонның ар жағында тыныштық орнады. Онда неге бәрі сол туралы айтып жүр? Деді немерем. Жауап бере алмадым. Сол түні біреу есікті қақты. Жүрегім зырқ ете қалды. Айша, менмін. Арманның дауысы. Сен қалай таптың, дедім, есікті ашпай. Ауылдың үлкендері бәрін біледі екен, деді ол. Жасырынатын ештеңе қалмады. Кет, дедің. Жоқ, деді ол. Бір ауыз сөз айтпай кетпеймін. Есікті аштым. Ол шаршаған. Көзінде ұйқы жоқ. Сен не істеп жүрсің, дедім. Сіз қашып кеткен соң, мен де қашқым келмеді, деді ол. Сен мені одан сайын ұятқа қалдырып жатырсың. Ұяттан қорқып өмір сүрсек, біз өмір сүрмейміз, деді ол. Бұл сөз жүрегіме тағы да тиді. Мен сізге бірақ нәрсе айтуға келдім, деді ол. Егер кет десеңіз, кетем. Бірақ оны өз аузыңыздан естуім керек. Мен үндемедім.
Мен сізді сүйіп қалдым, Айша, деді ол ақырын. Бұған жас та, ақыл да тосқауыл бола алмады. Сол сәтте мен түсіндім. Қашу енді көмектеспейді. Арман есіктің алдында тұр. Мен табалдырықта. Екеуміздің арамызда бір ғана қадам. Бірақ ол қадамды аттасам, артта қайту жоқ екенін сезіп тұрмын. Кір, дедім ақыры. Бұл сөзді айтатынымды өзім де күтпедім. Үй іші тым-тырыс. Пештің сықыр ғана естіледі. Арман үнсіз отырды. Мен де. Сенің келгенің дұрыс болмады, дедім бірінші боп. Білем, деді ол. Бірақ кету одан да дұрыс емес сияқты болды. Таң атпай жатып, ауыл қозғала бастады. Терезеден адамдардың өтіп бара жатқанын көріп отырмын. Біреу есік алдына әдейі тоқтап, үйге қарайды. Біз туралы айтып жатыр, дедім. Айтып қойған, деді ол. Кеше кештен бері. Көп ұзамай есік тағы қағылды. Бұл жолы жай қағыс емес. Көрші әйелдер. Екеу. Бірінің көзі өткір, бірінің тілі өткір. Айша, деді бірі. Мынау не сұмдық? Бұл кім? Деді екіншісі Арманға қарап. Қонақ, дедім қысқа ғана. Қонақ дейсің бе? Деді әлгісі мырс етіп. Қаладағылар басқаша айтып жүр ғой. Арман орнынан тұрды. Сәлеметсіздер ме? Деді сабырмен. Сәлемің өзіңе, деді әйел. Сенің жасың нешеде өзі? 23-те, деді ол. Үй ішіндегі ауа бірден ауырлап кетті. Ұят емес пе? Деді әйел маған қарап. Немереңмен құрдас бала ғой. Ұятты біз шешпейміз, дедім ішім өртеніп тұрса да. Бірақ мен ешкімге жамандық жасаған жоқпын. Ауылға күйеусіз әйелге сөз ермей ме? Деді екіншісі. Ал мұндай сөз тіпті ермей қоймайды. Мен үндемедім. Айтар сөз қалмаған. Айша, деді бірі жұмсара сөйлеп. Ертең балаларың не дейді? Осы сұрақ мені сындырып жіберді. Кет, дедім Арманға сыбырлап. Қазір кет. Мен кетемін, деді ол. Бірақ сізді жалғыз қалдырмаймын. Қалай? Дедім. Қайтып келем, деді ол анық. Ол шығып кетті, ал мен сол жерде отырып қалдым. Түс ауа ауыл ақсақалдарының бір келді. Айша, сөз бар, деді ол. Ертең жұрт жиналады. Не үшін? Дедім. Ауылды шулатқан әңгіме үшін. Сол түні көз ілмедім. Таңертең ауыл адамға толды. Біз сені өсірдік, деді бір әйел. Мұндайды күтпеп едік. Немереңе обал, деді біреу. Өз басында ойламадың, деді тағы бірі. Мен бәрін тыңдадым, үндемедім. Сол кезде Арман қайта келді. Бұл менің де кінәм, деді ол жұртқа қарап. Айшаны жалғыз қалдырмаңыздар. Сен кет, деді біреу. Жоқ, деді ол. Мен қашпаймын. Жұрт ду ете қалды. Сол сәтте мен орнымнан тұрдым. Жетеді, дедім. Барлығы тына қалды. Менің өміріме ешкім қол сұқпасын. Мен қателессем, өзін көтеремін. Бірақ мені таспен атпаңыздар. Аулада үнсіздік орнады. Сол күні ауыл екіге бөлінді. Ал мен бір нәрсені анық білдім. Бұл енді жай әңгіме емес еді. Бұл тағдырмен бетпе-бет келу еді. Түске таман ауылға такси кіріп келді. Жүрегім әлденені сезгендей терезеден қарап тұрдым. Таксиден немерем түсті. Жалғыз. Сол сәтте-ақ бұл әңгімеден қашып құтыла алмайтынымды түсіндім. Әже, деді ол есіктен кіре салысымен. Сөйлесуіміз керек. Дауысы бұрынғыдай емес. Балалық жоқ. Ашық та емес. Бірақ ауыр. Кел, дедім. Ол үйге кіріп, айналасына бір қарап шықты. Арман жоқ екен көріп, жеңіл дем алғандай болды. Ол қайда? Деді бәрібір. Кетті, дедім. Уақытша ма? Деді ол көзіме тік қарап. Жауап бермедім. Әже, деді ол біраз үнсіздіктен кейін. Маған бәрін айт. Басқадан естімейін. Мен орындыққа отырдым. Қолын дірілдеп тұр. Сенің жасында мен де біреуге сенгем, дедім жай ғана. Бірақ ол өмір бойы жанымды ауыртты. Бұл басқа, деді немерем. Бұл түсініксіз. Маған да, дедім. Ол орнынан тұрды. Ол менің көз алдында жүрді, деді ол. Сабақта, дәлізде. Ол менің әжемді солай қарайды деп ешқашан ойламадым. Мен де ойламадым, дедім. Сонда ол сені сүйім деді ме? Деді ол бірден. Бұл сұрақтан қашып құтыла алмадым. Иә, дедім ақырын. Немерем қабағын түйді. Ал сен ше? Үнсіз қалдым. Әже, деді ол даусы дірілдеп. Айтшы, сен де оны ойлайсың ба? Бұл ең ауыр сұрақ еді. Иә, дедім көзімді жұмып.
Ол бір қадам артқа шегінді. Онда мен оған қалай қараймын, деді ол. Ол менің достарымның бірі. Мен онымен бір үстелде отырамын. Мен сені осында күйге қалдырғым келген жоқ, дедім. Бірақ қалдырдың, деді ол ашық. Кенет есік қағылды. Немерем селк етті. Ол ма? Деді. Есікті аштым. Арман. Немерем екеуі көзбе-көз келді. Үнсіздік. Сен неге келдің? Деді немерем суық. Қашпаймын деп уәде бергенмін, деді Арман. Менің әжемді тыныш қалдыр, деді немерем. Мен оны құрметтеймін, деді Арман. Сондықтан кетпей тұрмын. Бұл сүйіспеншілік емес, деді немерем. Бұл масқара. Арман үндемей қалды. Мен алға шықтым. Жетеді, дедім. Екеуінде. Әже, деді немерем. Сен мені таңда. Бұл сөз жүрегімді қақ бөлді. Мен сені әрқашан таңдаймын, дедім. Бірақ өзімді жоққа шығара алмаймын. Немеремнің көзіне жас келді. Онда мен кетемін, деді ол. Қайда? Дедім шошып. Қалаға. Бірақ мен бұл жағдайды ұмыта Ол шығып кетті. Арман маған қарады. Мен бәрін бұздым, деді. Жоқ, дедім. Біз бәрін ашып алдық. Сол күні мен алғаш рет түсіндім. Бұл махаббат тек мен емес, тұтас бір отбасыны сынап жатыр еді. Немерем кеткен соң үйдің іші тым босап қалды. Арман да үндемей отырды. Бірақ мен оның барында жоғында сезбедім. Мен өткенге кетіп бара жатқан едім. Мен 20-да тұрмысқа шықтым. Сүйіп емес, солай болу керек деп. Күйеуім жаман адам емес еді, бірақ суық. Үнемі жұмыс, үнемі жол. Мен үнсіз күтетімін, күлімсірейтімін. Ішімде не болып жатқан ешкім сұрамады. 27-де балалы болдым. 30-да жалғыз қалдым. Күйеуім кетіп қалды. Басқа елге емес, өмірден қашып кеткендей. Сол кеткеннен қайтып оралмады. Сол күннен бастап мен тек ана болдым. Сосын әже болдым. Ал әйел деген атау бір жерде қалып қойды. Сол жылдары маған ешкім қалайсың деп шын сұраған емес. Тек балаң қалай, немерен қалай. Ал мен ше? Осы оймен отырғанымда Арман орнынан тұрды. Мен кетейін, деді ол. Сіз жалғыз қалуыңыз керек. Жоқ, дедім. Қал. Ол таң қалды. Қалда, тыңда, дедім. Мен оған бәрін айтып бердім, алғаш рет. Жыламай, ақ толмай. Мен сенің жасында махаббатты түсінбеппін, дедім. Ал сен менің жасында оны есіме салдың. Мен сізді бақытсыз ету үшін келген жоқпын, деді ол. Білемін, дедім. Бірақ бақыттың өзі кейде ауыр келеді екен. Сол кезде телефон шыр етті. Қызым? Апа, деді ол қатқыл дауыспен. Ауылда не болып жатыр? Өмір, дедім қысқа ғана. Немерең жылап отыр, деді ол. Ол бәрін біледі. Жүрегім тағы бір рет шым етті. Мен келемін, деді қызым. Бұл әңгімені бетпе-бет шешеміз. Телефон өшті. Арман маған қарады. Егер қаласаңыз, мен кетемін, деді ол. Жоқ, дедім. Бұл жолы қашпаймын. Сол түні мен түс көрдім. Өзімді жас кезінде көрдім. Күліп тұрмын. Алдымда өмір бар. Оянып кеттім. Таң ата бастады. Алда қызымның келуі. Отбасының бетпе-бет әңгімесі. Мен енді дайын едім. Түске дейін ақ келді. Қызым ешкіммен амандаспай тікелей үйге кірді. Артынан чемодан сүйреп немеремде кірді. Көздері ісіп өткен. Отыр, деді қызым маған. Бүгін бәрін шешеміз. Арман сыртта қалды. Бұл әңгіменің оған арналмаған бәріміз түсіндік. Апа, деді қызым, даусын әрең ұстап. Мен сені ана деп сыйладым. Әже деп қадірледім. Ал сен бізді елге күлкі қылдың. Мен ешкімді күлкі қылғым келген жоқ, дедім. Бірақ қылдың, деді ол. Немерең сабаққа бармай отыр. Елдің бәрі сыбырлап жүр. Немерем басын төмен салды. Сен оны жақсы көресің бе? Деді қызым бірден. Бұл сұраққа дайын болсам да, айту оңай болмады. Е, дедім. Қызым күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде қуаныш жоқ еді. Сонда біз кімбіз саған? Деді ол. Балаларын, немерелерің қайда қалды? Олар менің өмірім, дедім. Бірақ мен де адаммын. Адам болу үшін осылай істеу керек пе? Деді ол. Кейде адам болу, бәрінен айырылу, дедім. Қызым орнынан тұрды. Онда шешімде дайын, деді ол. Немереңді қалаға алып кетемін.
Саған келмейді. Жүрегім сол сәтте сынды. Олай істеме, дедім. Сен таңдауыңды жасадың, деді ол. Енді мен жасаймын. Немерем маған қарады. Әже, мен сені жек көрмеймін, деді ол. Бірақ қазір сені көргім келмейді. Бұл сөз бәрінен ауыр тиді. Олар жиналып шығып кетті. Үй іші тағы да бос қалды. Сол кезде Арман кірді. Бәрін естідің, деді ол. Мен бәрінен айырылдым, дедім. Жоқ, деді ол. Сіз шындықты таңдадыңыз. Телефон тағы да шыр етті. Бейтаныс нөмір. Арман, деді қатал дауыс. Сенің тәртібің туралы сөз бар. Ертең ректорға келесің. Арман маған қарады. Көрдіңіз бе, деді ол жай ғана. Енді бұл тек сіздің емес, менің де тағдырым. Осы сәтте мен түсіндім. Енді бір қадам артқа шегіну мүмкін емес еді. Таңғы күн ауылды алтынмен бояп тұрды, бірақ мен үшін ештеңе жылынбады. Барлық көршілердің, таныстардың көзқарасы, сыбырлары, бәрі бірдей ауыр жүк сияқты. Мен терезеге қарап тұрдым. Енді қашу мүмкін емес, деп айттым өзіме. Арман сыртта тұрды. Сен дайынсың ба, деді ол. Дайынмын, дедім мен қатты. Бір нәрсе анық болды. Қорқыныш біздің шынайы сезімімізге кедергі болмау керек. Сол түсте мен ауылдағы орталыққа бардым. Қолында хат немесе құжат жоқ. Тек шындық бар. Мен өзімді қорғап, Арманмен бір болғым келетінін білдіру. Ауыл орталығына келгенде көпшілік мені көріп қалды. Мынау кім? Деп сыбырлады біреу. Бұл Айша апа, деді басқа. Немереммен құрдас жігітпен. Мен ештеңеден қорықпадым. Иә, дедім өзіме де, баршаға да. Иә, мен өз сезімім үшін жауап берем. Қоғамның көзқарасы, өсек, ескертпелер, бәрі мені тоқтата алмады. Арман менің жанымда тұрды. Біз тек бір-бірімізге қарадық. Енді бәрі шын, деді ол төмен дауыспен. Біз шындықты жасырмаймыз. Ауыл тұрғындарының кейбірі ренжіп, кейбірі таң қалғандай болды. Бірақ мен үшін ең маңыздысы өз сезімімді мойындау. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл тек махаббат емес. Бұл өз өмірімді, өз таңдауымды қорғайтын қадам. Бірнеше адам сыбырлап артта қалды. Бірақ ешкім жолымды бөгей алмады. Арман қолымды ұстады. Енді біз біргеміз, деді ол. Иә, дедім мен. Қалай болғанда да. Сол күні ауыл мен үшін екіге бөлінді. Біреулер бізді сынады, ал басқалары таң қалды. Бірақ мен алғаш рет сезіндім. Мен өз өмірімді өзім басқарғандай болдым. Ешқандай қорқыныш мені тоқтата алмады. Таңертең ауыл тыныш көрінді. Бірақ бұл тек сыртқы бейне ғана. Барлығы бізді қадағалап отырды. Көзқарас, сыбыр, кейде тікелей сөздер, бәрі Арман мені бір сәтте құлатып жібергісі келгендей. Арман үйден шыққанда алдымызға бірнеше ауылдас шықты. Бұл не сұмдық, деді біреу. Қаладағылар да білетін болды ғой. Біз ешкімді ренжіткіміз келмейді, деді Арман сабырмен. Бірақ сөздер тек бастамасы ғана еді. Кейіннен ауыл әкімшісі де келді. Айша, деді ол қатал даусымен. Бұл жағдайдың арты бітпейді. Бізге арыз түсіп жатыр. Мұндай тәртіпсіздік болмау керек. Мен терең дем алдым. Мен ешқандай тәртіпсіздік жасамадым, дедім қатты дауыспен. Барлық шешім менің, өзіме қатысты. Ал оны қалаға апару дұрыс па? Деді әкім. Сен немереңді тартып алып, жұртты дүрліктірдің. Сол кезде Арман мені қорғап шықты. Ол шешім қабылдады, деді ол. Біз ешкімге зиян келтірмейміз. Бірақ ауыл тұрғындары тоқтамады. Кейбірі тіпті жақын келіп, мені сөкті. Арманды қалай қорғағамды өзін де түсінбей қалдым. Сіздер жаман мысалсыздар, деді бір әйел қатты дауыспен. Әлемде жастарға осындай рөл үлгі болмайды. Мен өз сезімімді таңдадым, дедім мен. Ал Арман мені таңдау үшін ғана жанымда. Сол сәтте немерем қасына келді. Көздерінде қорқыныш та, таңданыс та бар. Әже, бәрі шын ба? Деді ол. Иә, дедім тыныштау дауыспен. Барлығы шын. Ауылдан шыққан соңда өсек жалғасты. Телефон шыр етіп тұрады. Әр хабарлама сынақ. Бірақ мен өзіме уәде бердім. Ешқашан қашпаймын, ешкімге жол бермеймін. Сол күні мен Арманға қараттырып ойланып қалдым. Бұл махаббат емес, бұл өмірдің толық сынағы еді. Ал біз шыдай алмасақ, бәрі қирап кетер еді. Күн шыққанда біз ауыл шетіне шығып тыныс алдық. Ауыр ауа. Өткен түннің сыбырлары әлі құлақта. Бірақ біз бірге болдық.
Айша, деді Арман. Мен бәрін естідім. Ауыл, немерем, қызың, бәрі. Мен тек шындықты айттым, дедім. Ал сен? Ол терең дем алды. Мен шын сезімімді дәлелдеймін, қашып кетпеймін, қандай сынақ болса да. Сол сәтте мен түсіндім. Арман мені тек сөзбен сүймей, ісімен көрсеткісі келеді. Алдағы күндерде бәрі сынақ болады, дедім мен. Сен дайынсың ба? Әрине, деді ол. Тек мені ұстан. Біз ауыл орталығына қайта кірдік. Көршілер, таныстар бар. Арман қолымды ұстап тұрды. Барлығы бізді қадағалайды. Бірақ біз үнсіз қадам бастаймыз. Бұл біз үшін шынайы қадам, дедім мен өзіме. Қорықпаймыз. Сол кезде бір көршіміз айқайлап, сендер не істер жатырсыңдар? Бұл дұрыс емес. Мен артқа қарамай жауап бердім. Дұрыс па, қате па? Біз өз сезіміміз үшін жауап береміз. Арман менің жаныма келді. Сен мені таңдадың, деді ол. Ал мен сені ештеңеге қарамай қорғаймын. Немерем жақын келіп ойланып тұр. Көзінде сұрақ та, қорқыныш та бар. Әже, деді ол. Сен шынымен барлығын таңдадың ба? Иә, дедім, барлығын. Сол сәтте мен түсіндім. Шындыққа қарсы ештеңе тұра алмайды. Ал батылдық бәрінен мықты. Ауылдың сыбырлары мен қасықтары артта қалды. Біз тек бір-бірімізге қарадық. Бір сәтте Арман күлді. Енді бәрі басталды, Айша, деді ол. Мен де күлдім. Иә, дедім. Енді бәрі шын. Бұл жол біз ешкімнің қадағасына қарамаймыз. Шындықты таңдау ең үлкен батылдық екен. Таңертеңгі күн ауылды алтынға бөледі. Біз Арманмен бірге ауладан шықтық. Ауыз толтырып сыбырлаған көршілердің көз қарасынан жасырын наразылықтың бәрі бізді сынайды. Бірақ біз енді қашпаймыз. Барлығы дайын ба, деді Арман, қолымды ұстаған күйі. Иә, дедім мен. Енді біз тек шындыққа қарай жүреміз. Біз ауыл орталығына келдік. Барлық көршілер, таныстар, тіпті ауыл әкімі де жиналды. Қысым бар, бірақ бізге енді қорқыныш жоқ. Айша, Арман, деді әкім қатал дауыспен. Бұл жағдайдың шешімі қалай болады? Мен терең дем алдым. Бұл шешім менің таңдауым, дедім. Мен өз сезімімді таңдадым. Қандай сынақ болса да, мен өзімді және Арманды қорғаймын. Арман менің жанымда тұрды. Мен оны қорғауға дайынмын, деді ол. Ешқандай қысым мені тоқтата алмайды. Көршілер бір-біріне қарап сыбырлап қалды. Біреу қатты дауыс шығарды. Бұл шындық па? Иә, дедім мен. Барлығы шын. Немерем арттан қарап тұрды. Көздерінде таңданыс, бірақ мені түсінген сияқты. Әже, деді ол. Мен сені таңдаймын. Мен күлдім. Мен де сенің дұрыс шешім қабылдағаныңды білемін, дедім оған. Арман менің қолымды қысып қойды. Біз бір-бірімізге қарап күлдік. Сол күлкіде жеңіс бар еді. Қорқынышқа қарсы шыққан, шындықты таңдаған жеңіс. Ауыл біртіндеп тынышталды. Біреу бізді құттықтап, біреу басын изеп қойды. Бірақ енді біз өзіміздің өмірімізді шештік. Бұл тек бастама, Айша, деді Арман. Иә, дедім мен. Бірақ біз шындықпен бастадық. Енді бәрі өз орнына келеді. Жүрек тыныш, жан толық. Ал махаббат қорқыныш пен өсектен мықты екенін түсіндік. Сол сәтте мен өзімді тек әйел, ана, әже ғана емес, өз өмірінің толық иесі сезіндім. Бәрі шындықпен, батылдықпен аяқталды.